Қазақ тілі тақырыбы сұраулы сөйлем. Дана, саған мұны өлеңді оқып берейінші. Жарайды. Таңертеңнен ойнайтын, ойынға бір тоймайтын, Марал деген баланың сұрағы жоқ қоймайтын. Жаңбыр қалай тұрқиып, неге сыйды күн күйіп, аспан неге көкпеңбек, таулар неге тым биік. Керемет, Алина. Марал қандай сұрақ қойды? Жаңбыр қалай тұрқиып, неге сыйды күн күйіп, аспан неге көкпеңбек, таулар неге тым биік. Ал сөйлемдердің соңына қандай тыныс белгісі қойылған? Сұрау белгісі. Қалай ойлайсың, сұрақты не үшін қояды? Сұрақты жауап алу үшін қояды. Осыдан қандай ереже шығады? Жауап алу мақсатымен айтылған сөйлемдерді сұраулы сөйлем деп атаймыз. Сұраулы сөйлемнен соң сұрау белгісі қойылады. Мысалы, сенің атың кім? Нешінші сыныпта оқисың? Сабақтарың сағат нешеде басталады? Дұрыс. Дана, мына сөйлемдердің қайсының соңына сұрау белгісі қойылады? Ауа райы қандай жақсы? Олар бірге тұра ма? Балалар ауыл маңындағы жазыққа шықты. Олар бірге тұра ма? Дұрыс, жарайсың, Дана. 39-шы жаттығу 92-ші бет. Мәтінді түсініп оқы. Оқыған сәтіңді аудио жазбаға жазып ал. Дәптерімізге күнді жазамыз. Қарашаның 30-ы 39-шы жаттығу 92-ші бет. Мәтіндегі сұраулы сөйлемдерді көшіріп жаз. Келесі жаттығу 42-ші 93-ші бет. Хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдыр.